Баршаларыңызға қайырлы күн. Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін менде на скорую руку обед. Жуа мен морковьті турап қойдым. Мына жерге фарш салып қойдым. Макарон пісіре салам. Мына жерде күндізгі уақытта мен жұмыс істеуім, тамақ ішуіміз бізге қиын, потому что күн шақырайып тұрып түседі. Аллах қаласа, осы көп ұзатпай осы жерге рулонный штор аламыз, жалюзи аламыз. Мен жұмыс істеп жатқанда Айсұлтанды осылай алдайым. Қазір. Не істейміз, Айсұлтан? Мынау не? Бір ма? Аха, мынау не? Два дейді ана. Мынау не? Три. Мынау не? Четыре. Мынау не? Қазақша айт енді. Мынау не? Бір де. Бір. Бес. Аха, мынау? Екі. Үш. Төрт. Бес. Бес. Молодец. Міне осылай отырып тамақ істеймін, осылай отырып жұмыс істеп жүрем. Біздің үйде бүгін керемет бір шаруа тынды. Роликовый шторлар сатылып алынған кеше. Соларды Асекең кеше түннен бастап қиятынын қиып дайындап, бүгін осылай орналастырды. Жақсы болды, өйткені күндіз керемет жаңа күн шақырайып жұмыс істеткізбейді осы жерде. Тамақ ішіп отқанда да бетіңе түсіп осы әбден мазаңдалады. И кешке де осылай жаба салатын. Біз мына жерге штор іле алмаймыз, потому что бізде, көрдіңіздер ме, тығыз орналасқан и прям газовая плита тұр мына жерде. Сондықтан да біз мына жерге штор іле алмаймыз, зато осындай керемет решение. На терезені алды да менде как не сияқты, рабочая зона. Жаңа компот қайнатып қойдым балаларға, қазір сүзем. Мен баттардың барлығын осы жерге қоям, өйткені таңертең ұмытып кетуіміз мүмкін. Сосын өзімнің штативім под рукой болу керек деген нәрселер осы жерде тұрады менде. Мынау май құятын керемет ыдыс, фикс прайстан сатып алдым, міне күшті ашылады. Міне. И күшті жабылады. Мына жерде бұрыш, севетный измельчитель. Қазір осы тұрған кезде сырник пісіріп тұрмын. Мына жақта қаншама ыдыс-аяқтар бар. Жаңа жууға обедтенген қолым тиген жоқ, сразу отчет жасап жатырмын. И бір жағынан қазір 5-тің шайына сырник пісіріп жатырмын. Офисыма келе жатырмын. Офиста адамдар не істеп жатқан қараңыздар. Приобрести этот навык и стать профессионалом. И почему он важен для нас? Прямой эфир, да? Все смотрят. Здравствуйте. Людей, которые так верят в этот бизнес, мы можем правда покорить весь мир. Офиста осындай түрлі бізде компанияның 5 жылдығына қарай компания сногсшибательный, керемет промоушендар, новый продукциялар, еще маркетингке плюс күшті табыстардың түрін қосып жатыр. Бәр адамдар прямой эфир көріп жатыр осылай. Мен де үйде көрдім де, осы жаққа әзер дегенде алып шықтым өзімді. Елена Полянская наша. Красиво говорить и знать секреты успеха. А вы, друзья, запомнили? Записали? Мен күшті бір нәрсемен бөліскім келіп отыр. Мына Икеаға тапсырыс бергем, сол үлкен 2 пакетпен заттан келіп тұр екен. Соларды мен сіздерге распаковка жасап көрсетемін. Что к чему дегендей. Мындай 4 крышка келіп. Мындай тапшки заказ бергем. Үйге кісілер келгенде ұсына салатын, ваннаға кіріп шыққанда деген. Сөйтсем өте үлкен екен. Мынаны айырбастаймын. Бір жақшы жер Икеада айырбастауға да болады. Мынандай эктик деген контейнерлар. Менде өзі организация пространства деген өте бір жақсы көретін темам бар ғой. Соны әлі до совершенства жеткізген жоқпын. Соған дейін заказ бере берем контейнерларды. Әр нәрсе өзінің орнында тұру керек. Эктик деген 1/1 емкость. Так, 1/1 болу керек. Аха, 1/1 литр. 3 штук бердім. Мынандай контейнерді төртеуін, крышкасын төртеуін бердім. Бұлар 2 литрліктер. Осылай алып, мына крышканы контейнерге кигізу керек. Өте мықты тұрады. Сыпучыларды салуға өте күшті.
О, өте мықты кіріп жатыр. Міне қазір бір жаққа бір нәрсе тасысақ та пайдалануға болады дейді, но маған макароны изделияларды салуға, күріштерді салуға керек. Осындай менде төртеу шығады енді. Міне үшеуі қалды. Так, тарсылап көрсетейін. Өткен жолы теркамды сындырып алған болатын. Міне терка, Икеяның теркасы өте бір мақтаулы, мықты терка, өткір әрі. Так, мынандай топайдан жасалған осындай Инсверт деген екі контейнер. Мен бір организация пространствоға пайдаланамын. Ертең әбден дайындаған кезде көрсетемін қай жерге қоятынымды үйде. Накладной келеді. Менде әлі келмей қалған заттар да бар. Подставка для мобильного телефона, сосын тағы бір гардина заказды келмеді. Плюс мындай күш сағат келді. Мына сағатты бұйырса, так, былай істеу керек. Міне розовый цветіне бола алдым. Негізі бұл сағат механизмі өте жақсы. Мен бұны спальныға қоямын. Кейде жатқан кезде уақыттың қанша екенін білмей қаласың, баламен жатып кейде. Сағатты, қол сағатты қазір тақпай жүрмін, браслет ыңғайсыз болып. Осындай кішкене ғана Икеяның заттарынан обзор. Осы хрущевский холодильниктің ішін мен именно тамақ қоятын полкалар ұйымдастырамын. Осы жердің барлығына жаңағы 7 контейнерді алдым. Құдай қаласа қазір осыған жұмыс жасаймын. Барлығын бірінші этикеткаларын алып тастап, жуып, сүртіп дайындап аламын да сыпучылардың барлығын осы мынау контейнерлардың ішіне құямын. Ал мына жаңаның аты жаңа дейді. Жаңадан келген контейнерларымның сыртында қаптамаларын шешіп, жабысып тұрған наклейкаларын алып, алдымен жуып, сүртіп, сосын осы контейнерлерді заказ бергенде қайсысына не салам деп жоспарладым, соның барлығын қазір көз алдарыңызда салғым келіп тұр. Мынау наклейкаларды алу кішкене бір қиындық тудырды маған. Өте бір қатты жабыстырылған екен. Жайдан жай бір шетін көтергеннен алынып кете қоймады. Сосын пышақпен, қайшымен түртіп алайын дедімді. Бетіне ізі, жаңа сызықтар тұрып қалады екен деп, әйтеуір қолымды солап, тырнап алдым ғой. Бірақ дегенмен клейі қалып қойды. Соны мынау Greenway компаниясының мистик пастасымен, салфеткасымен тез арада жаңа клейлері кете қойды. Оны жуып, барлығын тазартып қойдым. Енді мені көріп отырған көбіне қыз келіншектер, сіздерге сұрақ қойғым келеді. Сіздерге организация пространство деген тақырып ұнаймы? Мен негізі өзім жеке басым осы тақырыпты қатты ұнатамын. Жай ғана қарап қоя салмаймын, соны өзімнің өміріме, жаңа тұрмысымды жеңілдету мақсатында енгізуге атсалысып жатырмын қазір. И өзім осындай роликтерді көрген кезде керемет шабыт аламын негізі. Осылай қолына тряпка, швабра ұстап, үйін жинап жүрген қыздарды көрген кезде орнымнан тұрамын да, сол өз-өзімді желкелеп, осындай роликтерден шабыт алып, үйімді жинап кетем, дәмді тамақтарды жасап кетем. Сондай сіздерге де уақыттарыңызды бос өткізбей, солай жасауға кеңес беремін. Мына жерде көп Совет үкіметінде салынған үйлерде бар ғой, осындай бұрыш, хрущевский холодильник дейді. Соны мен мебельшіктерімнен әр сантиметрін, әр миллиметрін отвоевать етіп, бірінші жоғарғы полкасына міндетті түрде осындай азық-түлік қоюға, сыпучыларды контейнерге салып, ал төмендегі полкаға кішкене ауырлау болады ғой, ұн, картоп, жуа, соларды қоюға ұйымдастырып жатырмын. Негізі мынандай контейнерде тұрған, бір жағынан енді визуальный шумды құртады, екінші жағынан сіз қай продукт бар, жоқ, бітейін деп жатыр, соның барлығын жаңағыдай қарап, бағдарлап, жоспарлап тұруыңызға ыңғайлы да. Мен негізі тура осы контейнерлардың Икеяда әйнектен жасалған түрде сатылады екен. Бір жағынан сразу экологиялық жағынан сол дұрыс қой деп алғым келді да, бірақ мен қауіпсіздік жағын ойладым, өйткені балаларым кішкентай. Осы контейнерді қызық көріп тартып қалса да, жерге құлап, сынып жатса дедімді, қауіпсіз жағын іздеп осындай пластикалық түрін алдым. Бірақ бұл пластикалықты түрін азық-түлік салуға қолдануға болады деген міндетті түрде белгісі бар, соны алып жатырмын. Мынау жоғары жақта тұрған полка, оны да жақында жолдасымыз екеуміз өзіміз Икеядан алып осылай орналастырғанбыз. Жоғарыдағы полкасына шайларды қойып қоямыз Greenway компаниясының. Сосын көңіл күйімізге, денсаулығымызға қарай, кешке қарай осы шайларды демдеп ішіп отырамыз. Ал екінші полкасына осындай Икеяның контейнерларына таңертеңге тұрған кезде жасайтын балаларға кашаны қойып қоям. Ас бөлмесіне келгенде сұрайым, қай кашаны істеп берейін деп, қайсысына қолдарын созады, сол кашаны дайындап беруге тырысам.
өзім осындай роликтерді көрген кезде бір медитация сияқты бір рахаттанып ләззат аламын. Сол үшін сіздер де менің каналыма жазылып үнемі қарап отыр. Менің организациям осындай болды. Местами орындар ауысып тұруы мүмкін. Ой, жарықтығым ау. Астында овощтар, үстінде бірыңғай осындай. Мына жақта даже 2 слой тұр. Артында аналарды қойып қойдым.